Әңгіме баланың асық ойнауынан бастау алады. Қабет деген айт, тимей қалғанын қарашы. Ай, қоным-ай, сенің асық ойнаған түріңнен айналайын. Жақсы апа, мен ойнауды жалғастыра берейін. О, бәрекелді. Апа, қараңыз, мен дөп тигізdim. Ай, жарайсың құлым. Кеш келе ғой. Балам-ау, үйде отын бітіп қалыпты. Бар, отын алып келе қойшы. Отын дейсіз бе? Қазір. Немересінің сыртқа ұмтылғаны сол-ақ еді. Алыстан әкесінің көзі шалып қалады. Зер салып қарап еді, екі шенді әкесін сүйрелей өздерімен бірге алып кетті. Ал немересі мән-жайды әкесіне айтуға бекінді. Апатай! Үй балам-ау, не болып қалды несіз қаның? Әкемді бір әскери киім кигендер бөлімшеге қарай апара жатыр. Не дейді, бөлімшесіне жүрге бірге барып біліп қайтайық. Әжесі екеуі бірден бөлімшеге қарай ұмтылды. Балам-ау, құрманға сарыбайлық көрдің бе? Ол қарапайым күйші, ешкімде жасыры жоқ. Мен оның анасымын, міне оның баласы. Құрманғазы дейсіз бе? Я, күйші Құрманғазы. Бар, Құрманғазы ертіп жүр, саған аман кел. Әкелді! Балам, кешір мені балам. Елдің балалары секілді өсіп кетіпсің ғой. Анашым, сіз де мені кешіріңіз. Сіздің берген үмітіңізді ақтай алмадым. Кешіріңіз мені, анашым. Мен ол тудың ба десем, жаман жасық туған екен ғой. Кімнің алдында көз жасынды төгіп отырсын. Тұрғане! Жүрғане, кет. Балам-ау, әкем! Әкем! Естемісін халайық. Бұл құрманымның күйі ғой. Тар төсекте тарығып, жатырмысың жабығып. Тайғанап шыққан шынның асқарынан, көп төніп нөсер бұлты аспанынан. Әділет жолындағы күрескердің дұшпаны артық болған достарынан. Жазықсыз кеткен жан балам. Келерсін, ораларсың әлі ортамызға. Соғынан босап шығар уақытың келер әлі. Құрманым-ай. Арада 2,5 жыл өтті. Ана тауға қарасам, Алатау секілді. Осы жолмен жүре берейін. Алдынан бір ауыл шығар. Осы жолмен жүре берейін. Осы қарқынмен күншығыс шақтағы өз елін іздеп жүрген Құрманғазы бір киіз үйге тап болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Дұрыс айтасыз бе аға? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Жолаушы төрле. Төрден орын бергендеріңізге рахмет. Я жолаушы, қай жақтан келе жатырсың? Жөніңді айтып отыр. Мен қапастан шыққан жолаушы боламын. Есімім Құрманғазы. Күншығыс елінің өзінің елімді іздеп бара жатырмын. Өздеріңіз жөндеріңізді айтып отырыңыздар. Ал қонағым, өзіміз таныстырайық. Бұл кісінің аты Дөңбай. Барлығымыз бұл кісіні Дөңбай би деп атаймыз. Қазір біз шалмыз, бұрынғы кісі еді. Я жолаушы, қолыма домбырам бекер ұстамаған шығарсың. Өнерімді көрсетіп шерте отыр. Дұрыс айтасыз. Қолыма домбырамды бекер ұстамадым. Көрсетсең көрсетейін өнерімді. Демек, Ашбөрі мен ұлы өнерпаз бір-бірімен өзектес егіз түсініктер. Автор ұғымындағы Ашбөрі күйшінің өзі. Бұл ретте аталған әңгіменің алтын арқауы қазақ тағдыры. Елдің езілген еңсесін көтеру. Бодандықта жүріп бостандықты аңсаған ұлтының жоғын жоқтау болады. Рөлдерді сомдаған Қуандық Ернұр, Иса Аяулым, Қанат Еламан, Ербол ұлы Елім, Майқы Сұлтан Бейбарыс, Иманғажы қызы Айданақ.